2 сағат демей қойшы. 2 күн өмірің қалды десе не істейсіздер? Айтыңызшы, әркім өз ойын айтсыншы. Ол жеке не істер едіңіз? Мысалы, Алла бәріміздің өміріміз өлшеулі. Бірақ айтса, 2 күнің қалды десе, хабар келсе солай. Не істер едіңіз? Марат, аға айтады, мен кешірім сұрар едім дейді. Қарыздарын құтылуға тырыс еді. Үйін сатады, машинасын, баласын айтады, сен ертең бірдеңе қылып күн көріп аласың, мен мына қарызбен кетпей, астындағы көлігін, үйін, үстіндегі киімін сатады да не істейді? Аға тұрса, қарызын жауға тырысы. Баласы айтты, әке мен далада, балам өзің ертең бірдеңе қыласың, сен әлі өмірің бар ғой дейміз, дұрыс па? Міне, сапарының жақындағанын білген адам жол азын. Сол секілді адам ақыретке азықсыз кетіп қалмайық.